Ассаламағалейкум, назарларыңызда информбюро жаңалықтары. Қайырлы кеш, студияда Мақсат Толықбай және Айда Боранбай. Бүгіннің басты жаңалықтары. Астана мен Алматыға қатынайтын Қазақстандағы ең қымбат, ең жүйрік испан пойызы рельстен неге шығып кетті? Тоқтар Әубәкіров неге аяқ асты оппозициядан кетті? Президенттің командасында жұмыс істеу ғарышкердің шынымен арманы ма? Қызылордалық тұрғындар көлік басып кетсе де неге ешкімге өкпелемейді? Оқушылардың жұма намазына барғаны дұрыс па, әлде сабақ оқығаны жөн бе? Осы және өзге де жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Төтенше жағдай: Алматы Астанаға қатынайтын Қазақстандағы ең қымбат испан пойызы рельстен шығып кетті. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Бірнеше сағат бойы бейқам күйде болған жолаушылар енді өздеріне келе бастағандарын айтады. Соңғы кездері пойыздардың рельстен тайып кетуі жиілеп кеткенімен ешкімге сабақ болмай тұр. Жолаушылар тасымал акционерлік қоғамы баспасөз қызметінің хабарлауынша, Кентау мен Қияқты аралығында пойыздың алдыңғы құрамы рельстен шығып кеткен. Осыған дейін отарбаның автоматты бақылау жүйесі іске қосылып тоқтаған. 267 жолаушының ешқайсысы зардап шекпеген. Олар қосымша пойызбен Алматыға жеткізілген. Екі ортада қалған жолаушыларға тоқтап тұрған әр сағатына билет құнының 3% төленеді. Темір жолдағы қозғалыс 4,5 сағатқа тоқтаған. Алапатқа ұшыраған тұлпар жөндеуге жөнелтілді. Испанияда шыққан пойыздар қазір Алматы Астана, Шымкент Көкшетау бағытында қатынайды. Оралдың журналисі Лұқпан Ахмедияровқа қастандық жасағандар туралы ақпарат берген адамдарға Батыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті қомақты мөлшерде сыйақы жариялады. Бүгінде полицейлер қаскөйлердің қанша адам болғандығын анықтаған. Қазірге жасалған жорамал бойынша олардың бойлары 170-175 сантиметр, үшеуде қара спорттық костюм киген. Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі бір күнде күдіктілердің фотороботы жасалатынын мәлімдеді. Дегенмен елді дүрліктірген бұл қылмысты ашуға тұрғындардың да атсалысқаны абзал. Сондықтан полицейлер Орал қаласы мен Лұқпан Ахмедияров тұратын Деркүл кентінің тұрғындары күдікті азаматтарды көрген жағдайда ішкі істер басқармасына хабарласуын сұрап отыр. Дәрігерлердің айтуынша қазір Лұқпанның әлі жақсы, біртіндеп түзеліп келеді. Алдағы күндерде жансақтау бөлімінен жалпы палатаға шығарылмақ. Қылмысқа қатысы бар ақпаратты анықтаған жағдайда 98-14-27, 98-45-08, сондай-ақ 98-45-09, 92-18-04, сондай-ақ 92-18-06 және 102 телефон номерлеріне хабарласуларыңызға болады. Полиция ақпарат берушіні құпия ұстауға кепілдік береді. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров оппозициядан кетті. Бұған дейін Қазақстанда демократия жоқты, билікті сынап келген саясаткердің аяқ астынан бүгінгі үкіметтің жүргізіп отырған саясатын түбегейлі қолдаймын деген мәлімдемесі талайларды таң қалдырып үлгерді. Сондай-ақ ол елдің болашағы үшін өкпе реніштердің барлығын артта қалдырып, тұңғыш президенттің командасында болғысы келетінді айтып қалды. Елдің болашағы үшін өкпе реніш пен саяси амбицияларды қалдырып, президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айналасына бірігуге шақырамын. Бүкіл Қазақстан халқын күш-жігері мен білімін және тәжірибесін отанға қызмет етуге, гүлденген Қазақстанды құруға жұмсауға шақырамын. Мен бұл іске тікелей атсалысып, тұңғыш президенттің командасында болғым келеді. Я хочу в этом участвовать. Я хочу быть в команде первого президента. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер атаған үшін президентке қарыздар екенін айтып, Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында ғана ең жоғарғы марапаттарға ие болып, халықтың құрметіне бөлендім деді. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы қатарынан шығу себебін Азат партиясының стратегиясында қарапайым халықтың жағдайын жақсартып, мемлекетті табысты дамытудың нақты жоспары болған жоқ. Олар халықтың игілігі үшін емес, қазіргі билікпен президентке қарсы жұмыс істеді деп түсіндірді. Ал бүгін оппозиция белсенділері азаматтық үкімет құратындарын мәлімдеді. Ғаламтор арқылы жұмыс істейтін балама үкімет 40-қа жуық министрден құралатын болады. Әзірге қоғам қайраткері Болат Атабаев мәдениет министрі болуға келісім берсе, осыған дейін Руханият партиясын басқарған Серікжан Мәмбеталин қоршаған ортаны қорғау министрі болмақшы. Олар ғаламтор желілері арқылы халыққа бағыт-бағдар беріп, ресми үкіметтің назарын қоғамдағы күрделі мәселелерге қарай аудару үшін тегін жұмыс істейміз деп отыр. Азаматтық үкімет идеясының авторы Серікжан Мәмбеталин: басты міндетіміз халықтың сөзін билікке жеткізу дейді. Қазірдің өзінде жаңа үкіметтің таңбасы мен рәміздері дайындалып қойды. Қазақтардың жақсы өмірге ұмтылыстарын ояту үшін шаңырақтың үстіне мәңгілік белгісі салынған таңбаны таңдағандарын айтады.
Қызылордалық тұрғын үстіне ыстық қарамайдың құйылып кетуіне, ісіне жауапсыз көлік жүргізушісін кінәлайды. Айтуынша көлік иесі сұйықты құйылған ыдыстың қақпағын шаппаған көрінеді. Соның кесірінен бет әлпетіне зақым келген. Бір ғана Қызылорда облысында қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамаудың салдарынан жыл басынан бері 27 оқыс оқиға тіркеліпті. Ішінде көшеде болғанында жетерлік. Бүгінде мына ел бет-келбетін көрсетуден қымсынады. Ыстық қарамай тиген машинаның үстіңгі қақпағы жабылмай қалғандықтан сұйықтық 29 жастағы келіншектің үстіне төгілген. Жұмыстан қайтып келе жатып, жазым болдым деген ол, болған іске құрылыс заттарын тасыған жүк көлігі жүргізушісін кінәлайды. Жұмыстан шығып келе жатқанда, үй жағыма қайтып баратқанда, жолдан, повороттан бұрылып атқанда, жүргізуші машинасына иелік ете алмай қалды ма, білмеймін, қайнатылған сымаға төбемнен кіріп кетті. Ал мына азаматтың үстен өзінің немере інісі айдаған шағын автобус өтіп кеткен. Құйымшағына бірнеше мәрте ота жасатқан науқас өзінің қазіргі қалпына ешкімді де кінәлағым келмейді дейді. Алдынан машинадан түскем ғой, мерсік автобусқа. Сөйтіп артынан барғанмын ғой кісіге, машинаға. Кіресім ба деп. Ол сөйткенде ол ойлап бақанда. Сөйтіп ана күлішілдің етегі ма, шығып тұрады ғой. Боковойында. Соған аяғым шалынып кеткен ғой. Ол өтіп білмейді. Ол да білмейді. Ертең жұмыстан кейінге барып келді. Ал көлденең жолды кесіп өтемін деп автокөліктің соңғысына тап болған мына азамат мойын омыртқасынан зақым алыпты. Аман қалғанына шүкіршілік еткен ол да кінәліні іздемейді. Енді машинада шобырдан да бар, өзімнен де бар, ашықсыздық болған ғой. Жоқ, кінә жоқ. Бір қызығы жарақат алатын азаматтар өзінің емес өзгенің кесірінен кемтар болып жатса да құзырлы органдарға шағым айтып арызданбайды екен. 2011 жылдың қорытындысымен өндірісте 77 жазатайым оқиға орын алды. Жазатайым оқиғаның 22-сі, яғни 22 жұмысшылар қаза тапты өндірісте. Мынау суретте жыл басынан бері өндірістік жарақат алған немесе жұмыс орында қаза болған жандар. Тіпті биылғы 3 айда 27 оқыс жағдай тіркеліп үлгеріпті. Оның 15-і өндірістік орындарда, қалғаны көшеде болған. Демек қарапайым ғана қауіпсіздік ережесін сақтамау қаншама жанды қайғыға көміп, қиыншылыққа душар етіп отыр. Айгерім Асқарбай, Лимара Салих, Тілеген Бекарстанов, Берік Бәйімбетов, Информбюро, Қызылорда облысы. Тараз қаласында 500-ге жуық тәлімгер оқу жылының аяғында дипломсыз далада қалды. Оған себеп өркениет гуманитарлық техникалық колледжінің лицензиясынан айырылуы. Осыған орай аталмыш оқу орнының студенттері бас көтеріп, ереуілге шығып жатыр. Орта жолда дипломсыз қалған білімгерлердің ендігі жағдайы не болмақ? Нұрадин Рахай толықтырады. Бұл колледжді бітірген түлек дипломы бола боргемік боп шығар түрі бар. Талапты тақымдай алмағандықтан лицензиядан айырылыпты. Анаға алдап алыпты білім басқармасы. Сіздер осылай алып келмесеңіздер, өз қолдарыңызбен, өз еріктеріңізбен лицензияны біз сіздерге жіберетін жерден жібереміз, бүйтеміз, сөйтеміз деп қорқыта бастайды. Жеме-жемге келгенде жарамсыз диплом алатын студенттер бұл берекетсіздікті бұрын білген, бірақ білім басқармасынан басшылық келіп бар мәселенің басын ашып айтпағанына ашынады. Оқу жылының аяқталуына небәрі 1,5 ай қалғанда колледж дипломы жарамсыз екенін ескертіп айды аспанға шығарды. Енді соңғы емтиханда емес, колледждің тағдырын тілеп әлек. Білім басқармасы бар мәселені шешіп қойыпты. Білімгерлерді басқа оқу орнына ауыстырмақ ниетте. Оқу ақысын ескермепті алайда. Оның үстіне 2 мамандық бойынша облыста оқу орны табылмайды екен. Басқа қалаға ауыстыру бар жиғанын баласына берген ата-анаға ауыр тиіп тұр. Мына колледждің жабылуын қалуын ойламау керек, госэкзаменді ойлау керек, қалай өмірде профессия алып адам боламын деп ойлау керек. Сіз бұлардың болашағына болашақ алып отырсыздар ғой. Мың сұраққа бір сарындағы қалайда колледж жабылады деген жауапқа студенттер наразы. Белдеспей беріле салар түрі жоқ. Әділдік іздеп алаңға шығуға белді бекем будық дейді. Колледж лицензиясын алған тарап бұл мәселенің береге дейін созылуына оқу орнының басшылығын айыптайды. Бұл бойынша біз ескертпе жұмыстарын жүргізіп отырдық. Бұл бойынша біз жаңа прокуратура тараптарына, сот органдарына, сот орындаушыларына да сұраныс беріп, жауаптарын алып отырғанбыз. Білім басқармасы мен колледж құрылтайшы арасындағы өзара бақталастық һәм бәсекелестіктің болуы дау басына себеп болуы бек мүмкін. Ақ-қарасын құзырлы органдар анықтайтын болады. Нұрайын Рахай, Бақытжан Бапаев, Информбюро, Тараз.
Ал оңтүстік Қазақстан облысында жұма намазға қатысты дау туындады. Әр аптада оқуды босатып, мешітке ағылатын оқушылардың ісіне ұстаздар қарсылық білдіріп отыр. Ал имамдар керісінше жүрегінде иманы бар жастардың намазға жығылуы жақсылыққа жоритын дүние. Сондықтан жұма намазға қатысамын деген жастардың бетін қақпаған дұрыс дейді. Бірақ оңтүстік Қазақстан облысының дінтанушылары, шенеуніктері мен мұғалімдері аймақтағы дін агенттігінің жұмысына наразылық білдірді. Жиналғандар аталмыш агенттіктің жақын арада барлық діни қарым-қатынастарды тіркеуге алуды талап етіп отыр. Жұма намаз деп жүріп, аптаның 5-ші күні сабаққа бармайтын балалардың қарасының көбеюі жиналғандарды толғандырған жалғыз мәселеге айналған. Тіпті кейбір мектептерде оқушылар жаппай жұма күні сабақтан сұранатын жайттар жиілеген. Ұстаздар сабақты босатуға тыйым салса, имамдар төзімділік танытуды сұрайды. Шын ықыласымен баратын балаларға бір сондай бір мүмкіншілік жаратып берсе деген өзім тілегім бар да. Себебі, егер сол балаларымыз барып жүрген балаларымыздың ішінде шынымен ықыласпен барып жүрген балаларымыз, олар сол қалған класстастарға өзінің сондай бір пайдалы әсерін тигізу мүмкін. Олар енді дұрыс бағытын таңдаған болса, енді дұрыс шығар, өзін тура ислам дінін таңдаған болса. Мұсылман қауымында қасиетті саналатын жұма намаздың уақыты түс мезгілі. Ал бұл апта сайын оқудан мешітке қарай ағылатын оқушылардың оқу үрдісіне кедергі келтіреді деп дабылғаға жиналғандар. Жұма намаздың уақытын өзін былай алға шегеріп, кейін қарай шегеруге болады ғой. Намаз оқимын деген адамға тыйым салудың қажеті жоқ, одан ешкім зиян тартпайды. Бірақ біз жаңағы мынау мешіттің маңайындағы намаз оқытып, намаздың қазір қорқатын болды ғой, намаз оқыт дегеннен. Сондықтан осы психологияны біз сананы өзгертуіміз керек. Әзірге бұл мәселенің шешімін табу оңайға түсіп тұрған жоқ. Ал мектептегі сабақты қысқартып, білім ордасында арнайы намаз оқитын орын ашу мүмкін емес дейді әлеуметтік орталықтағылар. Болашақта бұл іске әкімдік өкілдері араласпақ. Лимар Салихмира Слименова, Қайрат Акымбаев, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы. Алда көретіндеріңіз. Тараздың орталық базарында болған өртті 2 сағат бойы өшіре алмады. Қырғызстанда ақша берсең, бұралқы иттерге де қарсы митинг өткізуге болама. Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызда Информбюро. Тараз қаласында орталық көк базар өртке оранды. Төтенше жағдай кеше кешкі 8 шарым шамасында болған. Алаулаған отты ауыздықтауға 2 сағат кетті. Жалын 400 шаршы метр жерді шарпыған. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Өртті дер кезінде сөндіруге базар қарауылдары көп кедергі келтірген. Өз қызметін білмегендіктен тоқ желісін ажырата алмай уақыт ұттырды. Сондай қарапайым өрт қауіпсіздігі сақталмаған анықталды. Төтенше жағдайлар қызметкерлері бұл мәселеге байланысты былтыр күзде базар әкімшілігіне ескерту жасаған. Алайда сыннан сабақ алмапты. Қазір келтірілген шығын көлемі мен өрттің шығу себебі анықталуда. Берілген тапсырмалар біздің тарапымыздан ұйғарымдамалар бірде-біреуі осы уақытқа дейін орындалмаған. Жалпы айтқан кезде өрт қауіпсіздік жағдайы өзінің деңгейіне келтірілмеген. Біз бірінші өрт техникалық сараптама тағайындадық. Ақтөбелік жарымжан жандар өздеріне тиесілі жәрдемақы, жеңілдіктер мен арбаларына прокуратураның тексерістерінен кейін қол жеткізіп жүр. Сорақысы сол тексерушілер мемлекеттен бөлінген қаржының мүгедектерге жетпейтінін анықтаған. Жылға дейін мен осы производствоны тұрамын, оған дейін ешқандай төлеген жоқ. Осы соңғы 3 жылда осы сотқа беріп, сот арқылы сот сол менің маған соны төлететін қылып, сол менің ползыма соны шешіп берді. Сот шешім берді. Сол шешімнің өзін районный больница сол уақытында төлемей отырды. Орынтай Базарбаев тиесілі жеңілдікпен шипажайдағы емді 3 жыл бойы күткен. Төзімі таусылған соң амалдың жоқтығынан прокуратураға шағым түсіріпті. Артынша мүгедектер мәселесімен ешкім айналыспағаны және осы мақсатта қаржы салынбағаны белгілі болған. Кесірінен ақтөбелік 100-ге жуық жарымжан жан жәрдемақыларына қосымша ақыны да ала алмай қалған. Тіпті көптеген мүгедектер памперстен де қағылыпты. Прокурорлардың айтуынша мүмкіндігі шектеулі азаматтарға берілетін әлеуметтік көмек 1 жылға кешіктіріліп отырған. Осы прокуратурасымен барлық осы облыс төңірегінде тексеру жұмыстары жүргізілді. Сол тексеру нәтижесінде қазіргі таңда 1300 адамның құқы мүгедектігі бар азаматтардың құқы бұзылғаны анықталып, нақты 500 адамның құқы қорғалып қазіргі таңда. Мүйіз сұраймын деп құлақтан айырылды. Қарағандылық кәсіпкерлердің әрекетіне осындай баға беруге болады. Қазірдің өзінде 10 компания сот арқылы темір жол тарифінің күшін жойып, жабылудың аз алдында тұр. Тарифті жаңадан белгілеу мүмкін емес, ал баға анықталмайынша темір жол иесі де
Оны пайдаланушыларда жұмыс істей алмайды. 10 кәсіпорын жабылудың аз алдында тұр. Олар не жүк жөнелті, не қабылдай алмайды. Транзит металл компаниясы ArcelorMittal Теміртауға қара металл жеткізе алмағандықтан үлкен айыппұлға кесілуі мүмкін. У нас идут убытки. Біз жұмыссыз шығынға белшеден бататын болдық. Прокуратура, табиғи монополияларды реттеу агенттігі сынды барлық органдарға жүгіндік. Енді не істерімізді білмейміз. Ал барлық кәсіпорындарға теміржол қызметін уақытша тарифпен Вторпром ұсынған. 10 компанияның 5-еуі тарифті жоғары деп санап сотқа шағым түсірген. Текетірес жоғарғы сотқа дейін барып, тарифтің күші жойылған. Тарифсіз қалған Вторпром теміржол қауіпсіздігіне қатысты барлық жауапкершілікті өзінен алып тастаған. Осыған орай вагон иелері де қызмет көрсетуден бас тартқан. Біз шынымен зардап шектік. 1,5 аптадан бері жұмыссыз отырмыз. Барлық келісімдерді жыртып, өнімдерді кері қайтарудамыз. Бірақ теміржолдың иесі кәсіпкерлер өздеріне тілеп алды дегенді айтады. Сотқа шағым түсіріп, тарифтің күшін жою Қазақстанда бұрын соңды болмаған. Енді не істеу керек екенін ешкім білмейді. Жоғары сот шешімінің күшін жою мүмкін емес. Сот монополияға қарсы заңнаманың күшін жойды. Енді қандай тәсіл ұсынсақ та, ол заңсыз болып табылуда. Заң бойынша Вторпром тарифсіз қызмет көрсете алмайды. Жүкті тегін тасымалдауға да болмайды. Себебі монополияға қарсы құрылым жауапқа тартады. Тариф уақытша қабылданатындықтан жаңа тапсырыс бере алмайды. Өзге амал таппаған кәсіпкерлер облыс әкімі мен қадағалаушы органға үміт артады. Ұлан Тәліпбай, Людмила Батюшкина, Қайрат Әкімбаев, Информбюро 31 телеарна. Ақшаң болса қалтаңда, айғайласаң айғайла. Ел ішіне ірткі салып, ереуілге шақыру, бүлік шығару қырғыз ағайындар үшін аса бас ауырта қойырлық мәселе емес екен. Бастысы қалтаңда қомақты қаражатың болсын. Сом үлестірілгендер үмітіңді ақтайды. Қырғызстандық тілшілер тәжірибе жасап түсінген ақиқат осы. Елдегі тыныштықты бұзуғыны, яғни алаңға шығып, ат ойлайтындардың қызмет ақысы қанша тұрады? Жауабы келесі бейне материалда. Қаңғыбас иттердің қамына алаңдаған топ алаңға шығар жақтастарын айғайлап жинап жүр. Санаулы ғана уақыттың ішінде Бішкек қаласының қақ ортасынан табылған қолдаушылардың қарасы көбейе түсті. Бірақ ат төбеліндей топты төбеттің жайынан көрі қалтасының қам алаңдататын сыңайлы. Сомның шетін көргендер тіпті төбет түгілі елендегі тыныштықты талақ етуге әзір. Ну что, придешь на митинг? Давайте. А когда? Через 2 дня, кстати, если правительство наши требования не выполнит, будем требовать их отставки. Поддержишь? На вот тебе 50 сомов. Сразу поставь подпись, что ты поддерживаешь наши требования. Вот здесь, да? Ага. Көк қағаз көріп қалғандардың түйсігін түбегейлі өзгерте салудың қиын еместігі тілшілер жүргізген тәжірибеде толығымен дәлелдене түсті. Енді бір сәтте елдің алды партия билетін алуға әзір болды. Санаулы сәттен соң қаңғыбас иттерге қарсы топтың қарасы тым ұлғайып, тіпті қолдау тобына келгендер кезекке тұра бастады. $3 үшін көше кезген мына азамат ел ішіне ірткі салуды ұйымдастыратынын айтып көсілді. Да я за деньги куда угодно выйду. На любой митинг пойду. Если надо, то через забор Белого дома перелезу. Дегенмен отанын ақшаға алмастырғысы келмейтіндер де табылды. Елді көтерудің қажеті қанша? Сіздердің акция қаңғыған иттерге қарсы шар емес пе? Сіздер болсаңыздар үкіметтің орнынан кеткенін қалайсыздар? Олар жаңа келді ғой, кедергі келтірмеңіздер. Жұмыстарын жасай берсін. Саясаткерлер мен саясаттанушылар айыр қалпақты ағайынның сом берсең сойыл алып шығуға әзір екенін әлдеқашан айтып қойған. Өкінішке орай ақша беріп айдап салатындардың дені жергілікті қалталы қырғыздар ғана емес, шетелдіктерде қақтығыстарды қаржыландырып тұрады екен. Силы черные, которые хотят использовать митинги, чтобы отвлечь, чтобы, как говорится, трясти все время общество, чтобы у нас не было развития. Но, тем не менее, я считаю, что митинги, это, естественно, люди должны иметь возможность. И в митингах ничего страшного нет, если они носят конструктивный характер. 2010 жылғы мемлекеттік қайта құрудан кейін де бұл елде ереуілдерге тоқтам болған жоқ. Тек ресми мәлімет бойынша өткен жылы елде 3000 наразылық шарасы өтіпті. Бір ғана наурыз айының ішінде республикада үкіметтің отставкаға кетуін талап еткен оппозициялық күш мыңдаған адамдардың басын қосқан ірі 3 митинг өткізген. Ирина Савичан, Залишер Ташматов, Азамат Жаныспаев, арнайы информбюро үшін Бішкектен. Ал Маңғыстау облысының Жыңғылды ауылының тұрғындары жергілікті әкімді бюджет қаржысын жымқырды деп айыптап отыр. Бірнеше жыл бұрын су құбырының құрылысына 16 миллион теңге бөлінген. Алайда су жүйесінің жобасы да әлі күнге дейін салынбаған.
Маңғыстау облысының Жыңгелді ауылының азаматтары жерлері құнарлы болғандықтан бір кездері мал баптап бау-бақша өсірумен айналысқан. Алайда қазір су қорының таусылуына байланысты 4 түлік қырылып, ағаштар қурап қалыпты. Есесіне елді мекеннің мәдениет үйінде күнде жанжалға толы жиын. Әкімдік қоршауға алған тұрғындар суға бөлінген қаржының қайда кеткенін білгілері келеді. Ауызсудың мәселесі сметалық құнын жасатты, ол ақша қайтару керек. Пайда аспай қалғандықтан. Кім алса да, Құдайдың баласы алса да. 16 миллион үзестірілу керек. Сол үшін осы ауылға ауылдың ішін көгеландырып алмай, жеге Құдай ауылдығына 21 скважина, мына серіктестік балансында, 21 скважина серіктестік балансында тұр. Неге 10 даладан келіп, біреу соған заказ беріп отқан, заказ. Мен ремонт жасай, бірдеме, ол істеп тұрған скважина. Көпшіліктің айтуынша осыдан 10 жыл бұрын сорғыш орнатылып, қымбат құрылғылар сатып алынған. Соның арқасында бір Жыңгелді емес, жақын маңдағы ауылдарды да сумен қамтуға болар еді дейді ашынған жұрт. Алайда көптен күткен су құбырының қызығын тұрғындар көрмепті. Ақшыбұрау, Қызан, Жыңғылды, Шайыр, Ұштаған онды, Сайытөс дейтін елді мекендер бар. Барлық елді мекенге село ішілік су құбырын тартуға проект жасалды. Алайда әкімнің айтқан сөзіне тұрғындардың сенгісі жоқ. Сондықтан көпшілік бірігіп, прокуратура мен аймақ басшысына шағым түсіріп те қойған. Жазылған хаттың мазмұны да шағын. Бөлінген бюджет қаржысын тауып, шендінің жазасын беруді талап етеді. Лимара Салех, Ирина Гончарова, Саламат Бекбаев, Қайрат Акымбаев, Информбюро, Маңғыстау облысы. Ал Алматыда дәстүрлі сән апталығы аяқталды. 3 күн бойы Германия, Грузия, Таиланд, Франция сынды шетелдік дизайнерлер мен өз еліміздің алдыңғы қатарлы сәнгерлері соңғы үлгідегі топтамаларын талғампаз Алматы жұртшылығының назарына ұсынды. 9 жылдан бері өткізіліп келетін сән апталығы биыл 2012-2013 жылдардың күз-қыс маусымына пішілген сән үлгілеріне арналды. Предапарте киімдері келушілерді жаңашылдығымен, әрі дизайнерлердің қиялы мен ізденісінен туған тың дүниелермен қуантты. Кеш қонақтарының бірі сәнгер Сәкен Жақсыбаев араб келіншектерінің ұлттық киімі абайи іспеттес қара көйлек киіп келген. Американдық дизайнердің ерекше киімі үшін ол 2,5 мың евросын сарп еткен. Әйтсе де біз етегі жерге дейін суретілген қымбат көйлектің сөгілген жерлерін көріп қалып, есіне жібіт арқаған жерін тігіп қоюды ескерттік. Вот интересно, вы говорите, 2500 евро, но я вот здесь вас вижу, знаете, она по швам, понимаете, у вас? Ну ничего, это нормально же, это работа. Это же не музейный экспонат какой-то, нужно хранить, это отдел. Посмотрел, все запомнили, потом нужно его убрать где-то через лет, года 2-3 куда-нибудь еще одеть. А вас не смущает, что вы его так дорого купили, а оно по швам уже расходится? Нет. Ни капельки. Талғампаз арулар мен сәнқой еркектерді бір ортаға жинайтын сән апталығына Қызылордадан ат терлетіп келген Зұлқия апамызды заманауи киімдерді бір көрсем деген арманы жетелеген. Балалары болысы билет әперіп, 70-ті желкелеп мінген қария сандықтың түбінде жатқан қызыл қынама қамзолын киіп те келген екен. Залда өткен көрсетілімді бастан аяқ тамашалаған көне көз кейуана қазіргі сәнгерлер киіміне қазақылық жетіспейді деген сын айтты. Ол кезде қазақтың ұлттық киім береді ғой көбіне. Енді біздің уақытымызда да енді кейін бірінші ұлттық киімді көп қолданған ғой. Мысалы үшін мынау қамзал деген сияқты. Жаңағы оюлы жастар сол киімді енді өз қалауынша киіп жатыр ғой. Негізі өзіміздің қазақтың өзіміздің ұлттық киімдерін киген ұнатамыз, соны жақсы көреміз. Кеш қонақтар арасында Қырғызстанның бұрынғы президенті Асқар Ақаевтың күйеу баласы Әділ Тойғанбаевты да кездестірдік. Алайда ол мұнда кездейсоқ келгендігін айтып, сұхбат беруден ат-тонын ала қашты. Жалпы мамандардың айтуынша жаз айларында ашық түсті киімдер сәнге айналады. Матаға түсірілген алуан түсті бояулар мен ірі гүлдер айдаһар жылының ажырамас трендіне айналмақ. Жанар Жолтаева, Нұрбол Қызықбаев, Информбюро, бірінші арна, Алматыдан. Бүгінге осы 31-ші арна қосылу болсын. Біз шындық жағындамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.